Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сотбек қызы. Бүгінгі видеода кабачоктан осындай рулетик жасайтын боламыз. Өте дәмді болады, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен кабачогымызды жақсылап үстіп жуып, тазартып, ұзын бөліктерге бөліп турайтын боламыз. Мінекей бізде кабачоктар осындай жұқалау бөліктерге бөлуін керек. Үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Таза табағымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне осындай панировочный сухарикті салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді қызып тұрған табамызда кабачоктардың екі жағын аударып, жақсылап пісіріп аламыз қызарғанша. Барлығын осылай пісіріп шығатын боламыз. Ортасына салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осы қияр қажет болады. Болмаса помидор қоссаңыздар да өз еркілеріңізбен қосатын боласыздар. Қиярымызды турап болғаннан кейін ортасына осындай зеленімізді турап қосамыз. Және де бір чеснок қосатын боламыз. Осылай езіп қосамыз. 2 қасық майонезімізді салып, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей салмасы дайын болды, және де кабачоктар дайын болды, қуырып алдық. Енді барлығының ортасына салмасын салып, орап, зубочисткамен қыстырып қоятын боламыз. Кабачоктар дайын болғаннан кейін осылай тарелканың үстіне сырымызды үккіштен өткізіп қосып қойсақ, әдемі сән беріп тұрады. Нежный көрсетіп тұрады, сондықтан да осылай жасап қойсаңыздар болады. Әрине бұл міндетті емес. Мінекей біздің кабачоктарымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет, жеңіл әрі тез дайындалады. Сіздермен болған Келінка Майра Құлан.